мына сіздерге киім таныстырам ба, жоқ дәрі таныстырам ба білмей қалдым. Мына менің таныстырып жатқандарым дәрі емес, денсаулық сақтау өнімдері ғой халқым. Мына адамчы, осы біздің денеміз өте энергияға мұқтаж ғой, барлық нәрсеге мұқтаж да. Mesela денеңізде гай кемшіл болса, сізде не болады? Ұйқысыздық, мазасыздық, кішкене баланың жылауынан тартып, барлық нәрселер осы гай кемшілдіктен. Ал енді гай өте ауыр дәрежеде кемшіл болғанда үлкен адамда ревматизм, сүйек қақсап ауырған, зар-зар ет таң-таңға ұйықтай алмай, шаш түскен, осы сізді кайфият жоқ осының бәрі. Соған мына мен сіздерге мына үлкендердің гайы, мынау 55-ке 3 құта біреуінде 200 талдан шығады халқым, көрдіңіздер ма міне? Өнен кейін мына балалар гайы. Балалар гайын алып келші, балалар гайы қайда кетті? Балалар гайы бар, балалар гайының жұңғоныкі шетелдікі бар. Мынау IBCD мен қосып толықтайды. Мынаны 75-ке 2 құты, өнен кейін және бір түр бар әзір. Мына жерде қамай қапты ғой, сатып кетті. Мына қолымдағы нәрсені бағанадан ұстап тұрмын. Бұл не десеңіздер, бұл ажау қан толықтау жауһары да. Бұл қан толықтау деген сіздің қаныңызды қана толықтап қалмай, ең аддисі бетіңізге түскен дақ. Беткеші осы қаназдықтан дақ түседі. Өнен кейін шырайыңыз құрып, өмір тамақ жемеген, азықтық жетіспеген адамдар қандай болады? Сарғайып шырайы, татарып, қорыққан адам құсап. Өнен кейін қызылыңыз бірдем тамшылап келіп, бірдем дәрия болып келіп, қалыпсыз, бірдем қап-қара болып кеп, бірдем қып-қызыл болып кеп, осындай. Осының бәріне, өнен кейін қол аяғыңыз мұздай болған, шаш төгіліп жатқан, осының бәріне ерекше пайда қылады, мынау. 65-ке, мынадан мен сіздерге қанша құты берем? 3 құты береді екем. Жақсы сөйлеген кісілерге 3 құты емес, 5 құты беріп етем. Мынау балалар гайы. Бала бар зейінін істете алмайды ғой, балаларыңыз. Миы бар, соны істете алмайды, зейінін бір жерге әкеле алмайды. Осы мәселен біреу айтып жатқан сөзді түсінбейді ғой. Зейін жоғырландыра алмайды, синік кемшілдіктен. Темір кемшілдіктегі қаназдық, тамақ жемейді, мырыш кемшілдіктен. Бой өспейді, осының бәріне ерекше шипа қылады. Мына юбкамды 25 деді ма, мына гәріс юбка мынау. Міне, көрдіңіздер ма кезімдегі? Міне, бүртік шықпайды бұдан, ештеңе болмайды. Өнен кейін мынауым ішімдегі, мына мәйкіні 65-тен қимылғып бердім. Бұда сол бүртік шықпайтын керемет мәйкі, міне, көрдіңіздер ма? Міне. Мына маған тауар алған кездеріңізде қалқым, мына ganjing мына қысқа-қысқачы болса жазасасаңыздар тіпті қуанам. Маған жауап беретін адам көп. Бір сөздеріңізді мен естейін десем, мыншылық нәрсені қайтып естейсің. Соған естімей қалам. Соған жазасаңыздар ең жақсысы. Маған қалған ең үлкен жәрдемдеріңіз осы болсыншы қалқым.